Сәлеметсіздер ме балалар? Менің есімім Айгерім. Мен Айплюс Республикалық білім беру орталығының қазақ тілі пәні мұғалімімін. Бүгінгі жаңа тақырып сөйлемнің тұрлаулы мүшелері. Қазір балалар біз өткен сабақ бойынша бақылау жұмысын талдаймыз. Бірінші сұрақ. Толық мағыналы екі немесе бірнеше сөздің бір-біріне тұлғалық әрі мағыналық жағынан бағына байланысуын не деп атаймыз? Жауабы Б. Сөз тіркесі. Екінші сұрақ. Сөз тіркесін анықтаңыз. Жауабы Б. Биік ғимарат. Үшінші сұрақ. Сөз тіркесінің құрылымы нешеге бөлінеді? Жауабы А. 2-ге. Төртінші сұрақ. Сөз тіркесінің түрлері. Жауабы А. Есімді және етістікті сөз тіркесі. Бесінші сұрақ. Қайсысы сөз тіркесіне қатысты емес? Жауабы Д. Буын түрлері. Алтыншы сұрақ. Есімді сөз тіркесін табыңыз. Жауабы С. Жарыстың жеңімпазы. Жетінші сұрақ. Етістікті сөз тіркесін табыңыз. Жауабы Б. Сабаққа дайындалу. Сегізінші сұрақ. Күрделі сөзді табыңыз. Судан балық сүзу. Жауабы Б. Тоғызыншы сұрақ. Тұрақты сөз тіркесін табыңыз. Жауабы С. Тайға таңба басқандай. Оныншы сұрақ. Бірыңғай есімді сөз тіркесін табыңыз. Д. Жауабы дұрыс. Мөлдір су. Оқуға ынталы. Бүгінгі жаңа тақырып сөйлемнің тұрлаулы мүшелері. Сөйлем мүшелері дегеніміз сөйлем құрауға қатысатын толық мағыналы сөздер қатары. Қазақ тілінде 5 сөйлем мүшесі бар. Олар бастауыш, баяндауыш, анықтауыш, толықтауыш және пысықтауыш. Енді сөйлем мүшелері атқаратын қызметіне қарай екі үлкен топқа бөлінеді. Олар тұрлаулы сөйлем мүшелері және тұрлаусыз сөйлем мүшелері. Бұлардың ішінде бастауыш пен баяндауыш тұрлаулы мүшелер болып табылады. Себебі сөйлем құрауға негіз болатын осы екі сөйлем мүшесі. Бастауыш атау септігінде тұрып, іс-қимылдың иесін білдіретін тұрлаулы сөйлем мүшесі болып табылады. Бастауыштың сұрақтары: кім, не, кімдер, нелер, кімі, несі, кімім, нем, кіміңіз, неңіз. Бастауыш сөйлемде әртүрлі сөз таптарының қызметін атқарады. Қазір төмендегі кестеде қай сөз таптарының қызметін атқаратынымен танысып өтелік. Бірінші, зат есімнің қызметінде болады. Мысалы, Жетімкөлге биыл аққулар оралмады. Бұл сөйлемде бастауыш қызметін атқарып тұрған аққулар. Нелер? Аққулар. Бұл зат есім. Келесі, үлкендер төрге, кішілер есік жаққа жайғасты. Бұл сөйлемдегі сын есім болып келген үлкендер және кішілер сөзі бастауыш қызметін атқарып тұр. Келесі сөйлем: алтау ала болса ауыздағы кетеді, төртеу түгел болса төбедегі келеді. Бұл сөйлемдегі алтау және төртеу сөздері бастауыш қызметін атқарып тұр. Яғни бұлар жинақтық сан есім. Келесі, біз жүріп келеміз. Кім жүріп келеді? Біз. Бұл сөйлемдегі бастауыш қызметін атқарып тұрған біз сөзі есімдік қызметін атқарып тұр. Келесі, оқыған жетер мұратқа, оқымаған қалар ұятқа. Бұл сөйлемде оқыған және оқымаған сөздері есімше тұлғалы етістіктен жасалып тұр. Яғни бұлар бастауыш қызметін атқарып тұр. Келесі, сыпайы сөйлеу әдептіліктің белгісі. Бұл сөйлемдегі бастауыш сыпайы сөйлеу. Сұрағы не? Яғни тұйық етістіктен жасалған. Еріншектің ертеңі бітпес. Бұл сөйлемдегі несі, ертеңі сөзі бастауыш қызметін атқарып тұр. Бұл сөз үстеу сөзден жасалған. Енді сіздерге тапсырма сөйлемдерден бастауышты тауып, қай сөз табынан жасалғанын анықтау керек. Тексереміз. Біз жүріп келеміз. Бұл сөйлемде бастауыш біз есімдіктен жасалып тұр. Екінші сөйлем: адам болу борышың. Бұл сөйлемдегі бастауыш адам болу тұйық етістіктен жасалып тұр. 20-сы менікі, 30-ы сенікі. Бұл сөйлемде бастауыш қызметінде тұрған 20-сы және 30-ы сан есімнен жасалған. Келесі сөйлем: Досжан жақында ғана ауылдан келген еді.
Бұл сөйлемде бастауыш дос, жан. Зат есім қызметін атқарып тұр. Келесі сөйлем 6 2-ге бөлінеді. Бұл сөйлемдегі бастауыш 6, яғни сан есімнен жасалып тұр. Келесі сөйлем жақсы көпке ортақ. Бұл сөйлемдегі бастауыш жақсы, сын есімнен жасалып тұр. Келесі сөйлем отанды қорғау, абыройлы іс. Бұл сөйлемдегі бастауыш отанды қорғау, тұйық етістіктен жасалып тұр. Келесі тұрлаулы сөйлем мүшесі баяндауыш. Баяндауыш сөйлемде бастауыштың іс-әрекетін, жай-күйін, қимылын, белгісін, оқиғаның қай шақта болғанын білдіріп, сөйлемді аяқтап, ойды тиянақтап тұратын тұрлаулы сөйлем мүшесі. Баяндауыштың сұрақтары: не істеді, не қылды және қайтты. Енді баяндауыштың негізгі белгілеріне тоқталып өтейік. Бірінші, бастауыштың жай-күйін білдіреді. Екінші, қай сөз табынан болса, сол сөз табының сұрағына жауап береді. Үшінші, кейде бастауышсыз-ақ сөйлемге негіз бола алады. Төртінші, сөйлемді аяқтап, ойды тиянақтап тұрады. Енді балалар, баяндауыш болатын сөз таптарына тоқталып өтейік. Мысалы, Төреғұлдың әңгімесін бәрі ұйып тыңдады. Бұл сөйлемде баяндауыш қызметін атқарып тұрған тыңдады сөзі. Бұл етістіктен жасалған. Келесі, бұл үйдің балалары бір-бірімен өте тату. Баяндауыш қандай деген сұраққа жауап береді. Яғни, сын есім қызметін атқарып тұр. Келесі, бүгінгі жастар бақытты жастар. Бүгінгі жастар кімдер? Бұл жерде баяндауыш қызметін атқарып тұрған жастар, яғни зат есімнен жасалған. Келесі сөйлем сан есімнен жасалады. 4 жердегі 4 16. Баяндауыш қанша деген сұраққа жауап береді. Келесі сөйлем мәдениет сарайы анау. Баяндауыш қайсы деген сұраққа жауап береді, яғни анау. Бұл жерде есімдік қызметін атқарып тұр. Кенет әлдене тарс етті. Не істеді? Тарс етті. Бұл жердегі тарс етті баяндауыш көмекші етістіктен жасалған. Бастауыш пен баяндауыштың қай сөз табынан болғанына және интонация арқылы байланысуына қарай бастауыштан кейін төмендегі жағдайларда сызықша қойылады. Егер бастауыш зат есім, баяндауыш атау септігіндегі зат есім қызметінде тұрса, екеуінің арасына сызықша қойылады. Мысалы, Қазақстан жас мемлекет. Бұл сөйлемде Қазақстан бастауыш, мемлекет баяндауыш. Бастауыш зат есім, баяндауыш та атау септігіндегі зат есімнен жасалып тұр. Келесі сөйлем егер бастауыш сын есім болса, баяндауыш зат есім болса, арасына сызықша қойылады. Мысалы, жақсы ісімен жақсы. Бұл сөйлемде бастауыш және баяндауыш қызметін атқарып тұрған жақсы сөздері сын есім және зат есім қызметін атқарып тұр. Келесі сөйлем егер бастауышта, баяндауышта сан есім қызметінде тұрса, онда екеуінің арасына сызықша қойылады. Мысалы, 6 жерде 6 36. Бұл сөйлемде бастауыш 6 жерде 6 36 баяндауыш қызметін атқарып тұр. Келесі сөйлем бастауыш тұйық етістік, баяндауыш зат есімнен болса, арасына сызықша қойылады. Мысалы, айту біздің парызымыз. Бұл сөйлемде айту тұйық етістік, парызымыз баяндауыш қызметін атқарып тұрған сөзіміз зат есімнен жасалып тұр. Бастауыш сілтеу есімдігі, баяндауыш зат есімнен жасалса, арасына сызықша қойылады. Мысалы, бұл үлкен табыс. Бастауыш бұл сілтеу есімдігінен, табыс зат есімнен жасалып, сөйлемді тиянақтап тұр. Енді сіздерге тапсырма, сөйлемдерден баяндауыштарды тауып, қай сөз табынан жасалғанын анықтаңыздар. Тапсырманы тексерейік. Бірінші сөйлем. Күз аспаны бұлыңғыр, бұлтты. Бұл сөйлемде баяндауыш сын есім қызметін атқарып тұр. Бұлыңғыр және бұлтты. Келесі сөйлем. Бұл үйдегі адам саны жетеу. Баяндауыш жетеу. Сан есім қызметін атқарып тұр. Жамал апайдың жастарға айтпағы осы. Бұл сөйлемдегі баяндауыш осы есімдіктен жасалған. Балалардың ортаншысы ақ шолпан. Бұл сөйлемде баяндауыш ақ шолпан, яғни зат есімнен жасалған.
Келесі сөйлем. Әр баланың міндеті ата-анасын құрметтеу. Бұл жердегі баяндауыш ата-анасын құрметтеу, тұйық етістіктен жасалған. Келесі сөйлем. Бұл адамның ерекше қабілетін танытады. Бұл сөйлемдегі баяндауыш танытады. Не істейді? Етістік тұлғасында тұр. Келесі сөйлем. Үй ішіне сырттағы дауыс қатты естілді. Бұл сөйлемдегі баяндауыш не істеді? Естілді. Етістіктен жасалған. Келесі сөйлем. Оқушылар тапсырманы жаппай орындады. Баяндауыш не істеді? Орындады. Етістіктен жасалған. Ел көру, жер тану ер жігітке лайық қасиет. Бұл сөйлемде баяндауыш қасиет, не, зат есімнен жасалған. Келесі сөйлем. Оның бар мақсаты тезірек ер жету. Бұл сөйлемде баяндауыш тезірек ер жету, яғни тұйық етістіктен жасалған. Біз бүгін сіздермен сөйлемнің тұрлаулы мүшелері, бастауыш және баяндауыштың сөйлемдегі қызметтерімен таныстық. Жаңа сабақ сіздерге түсінікті болды деп ойлаймын. Келесі кездескенше сау болыңыздар.